Қыздар, біз қатардың аяғын аяқтағанда обычно мына соңғы петлямен осылай соединять етіп, бір воздушный петлямен көтеріп тартып түйін жасап тастайтынбыз. Ол кезде мына жерде бізде түйін пайда болып қалатын. Енді бұндай түйін болмас үшін біз басқаша способты пайдаланамыз. Ол үшін ең соңғы бір столбик без накидан тоқып алғаннан кейін жіпті тартып шығарып тастаймыз. Одан кейін жаңағы біз соединять ететін петляға, алдыңдағы петляға крючокты ішкі жағынан кіргізіп, екі қабырғасынан да кіргізіп, жіпті іш жағына қаратай өткіземіз былай. Ішкі жағына жіпті өткізіп алғаннан кейін жіпті алдына қаратай шығарып қойып, соңғы столбиктің, жаңағы біз өткізген жіп, оның алдындағы тоқылып тұрған өрім сияқты жіптің астыңғы жағынан крючокты кіргіземіз, дәл ортасынан. Содан кейін мына жұмыс жібін ішіне қаратай тартамыз. Міне, бізде бір қалыпты өрім болып қатарымыз аяқталды. Енді мына жерге жасырып тастаймыз. Енді қыздар, дәл осы вариантты инемен де жасауға болады. Ол үшін көзі үлкен инеге жіпті кіргізіп аламыз. Одан кейін жаңағы инемен жасаған өте ыңғайлы. Жаңағы соединять ететін петляға кіргіземіз. Инемен жасалғанда астынан кіргізбейміз. Жаңағы петляның дәл ортасынан төмен қаратай кіргіземіз. Міне. Бірдей. Түйін жоқ, бәрі бір қалыпты өрім болып тұр. Енді осы инемен жіпті осы жерге түйіндейміз. Түйіндеп, қатарлардың ортасына кіргізіп, артық жіпті жасырып кесіп алып тастаймыз. Міне, бір түйінсіз өте әдемі бір қалыпты қатар шықты.